Кеш батып келе жатқан Алматы көшелері жайбарақат. Дәурен жұмыстан үйге асығып келе жатқан. Әйелі Мөлдір бүгін кешке құрбысын қонаққа шақырғанын айтқан. Жұмыстан шаршап келсе де, Дәурен үйге кіргенде дастархандағы әр нәрсенің мұқият дайындалғанын көріп таң қалды. Ас үйде үстел басында екі әйел отыр. Бірі Мөлдір, екіншісі оның құрбысы. Дәуреннің көзі бір сәтте екінші әйелге түсті. Ол Арайлым. Үстінде қара көк көйлек, ұзын шашы толқындап иығына төгіліп тұр. Жымиған жүзі жарық бөлмеге ерекше жылылық сыйлағандай. Дәурен, танысып қой, бұл менің жақын құрбым Арайлым, деді Мөлдір. Қуаныштымын, деді Дәурен. Даусы сабырлы болғанымен жүрегі сәл шым ете қалды. Сол кеш барлығының бастауы еді. Жақсы, онда жалғастырамын. Сол күннен кейін Арайлым Дәуреннің ойынан шықпай қойды. Ол өзін сан мәрте сабырға шақырды. Бұл жай ғана сезім. Өтіп кетеді. Ол Мөлдірдің құрбысы. Болмайтын нәрсе деп өзін өзі алдады. Бірақ алдамшы үміттің жібі үзіле қоймады. Арайлым да әлсін Мөлдірдің үйіне келе бастады. Әр келген сайын Дәурен мен Арайлымның арасында бір түрлі үндестік орнайтын. Көзқарастары сәл ғана ұзағырақ тоғысса, жүрек лүпілі екеуіне де айқын сезілетін. Бірде Мөлдір жұмыстан кешігіп, үйге жалғыз Арайлымды жіберген. Үйде бола тұрасың ба? Дәурен де үйде. Мен жетем дегенше шай ішіп отырыңдар, деді Мөлдір телефон арқылы. Арайлым келгенде үйде үнсіздік орнады. Дәурен шай дайындап берді. Ас үйде екеуі бетпе-бет отырды. Әңгіме жеңіл басталғанымен бір сәтте шындықтың шетіне ілініп кетті. Сен менен неге көз алмайсың? Деді Арайлым кенеттен. Дәурен тосылып қалды. Бірақ шындықты жасырудың мәні жоқ еді. Білмеймін. Саған қарай бергім келеді. Өзің де сезіп жүрген шығарсың. Арайлым төмен қарап үнсіз жымиып қойды. Ол да бұл сезімді көптен бері жүрегінде бүгіп жүрген. Бірақ айтуға батылы жетпеген. Бұл дұрыс емес, деді ақырында. Бірақ жүрек бәрібір тыңдамай тұр. Сол сәтте олардың арасында іштей бір нәрсе үзілді. Немесе керісінше бір нәрсе басталды. Күндер өтіп жатты. Сезімге берілген әрбір қадам екеуінде терең иірімге тартып бара жатты. Дәурен мен Арайлым енді бір-біріне тек көзқараспен емес, үнсіздікпен де сыр ақтауды үйренген еді. Алғашқы құпия кездесу қала сыртындағы ескі кофеханаларды бірінде өтті. Мөлдірге ештеңе айтпайық. Бұл бәрібір өтеді. Біз тек біраз уақытқа адастық, деді Арайлым жанарын терезеге қадап. Дәурен үндемеді. Ол да өзін ақтап алғысы келді. Бірақ шындық мүлде басқа еді. Бұл адасу емес, нағыз құмарлықтың буы, тыйым салынған махаббаттың шырмауы болатын. Кофеханада отырғанда сыртқы әлем жоқ секілді еді. Екеуі жай ғана күліп, әңгімелесіп, бірін-бірі тыңдап отырды. Сол сәт Дәуренге нағыз тыныштықтай көрінді. Мөлдірмен бірге өткен 7 жылда мұндай жеңілдік пен жақындықты көптен сезінбеген еді. Сол кездесуден кейін олар жиірек кездесе бастады. Бірде саябақта, бірде қонақ үйде, енді бірде қала шетіндегі үй жалдапта ұшырасатын. Жан тәнімен байланған бұл байланыс күн өткен сайын күрделене түсті. Бірақ сезімнің дәмі тәтті болғанымен, ар-ұжданның дертін емдеу қиын еді. Арайлым жиі көз жасын тыға жылайтын болды. Ол өзін сатқын сезінетін.
Дәуренде күн сайын мөлдірдің көзіне тіке қарай алмай қалды. Жан дүниесінде соғыс жүріп жатқандай. Мұның бәрінің соңы не болады? Деді бір күні Арайлым. Біз екеуміз не істеп жүрміз? Дәурен жауап бере алмады. Себебі бұл сұрақты өзі де күнде өзіне қоятын. Бірақ жауап бәрібір табылмайтын. Сол күнгі кеште басқаларынан айнымайтын еді. Дәурен мен Арайлым қала сыртындағы шағын үйде кездесіп отырды. Екеуінің арасында үнсіздік. Бұл үнсіздік бұрынғыдай жұмбақ, не тәтті емес, керісінше алаң мен ауырлыққа толы еді. Арайлым үстел үстіндегі кофесін араластырып отырды. Менің ұйқым тыныш емес, деді ол ақырын. Мөлдір маған сенеді. Ал мен. Тоқта, деді Дәурен. Бұлай өзіңді жек көруді доғар. Біз екеуміз де адасып жүрміз. Бірақ мен сені шын жақсы көрем. Арайлымның көзіне жас үйірілді. Сол сәтте сыртқы есік қатты қағылды. Екеуі селт етті. Дәурен орнынан атып тұрып есікке беттеді. Есікті ашқанда алдынан мөлдір шықты. Жүзінде таңданыс та, ашу да, жек көру де жоқ. Жай ғана үнсіз. Ашығын айт. Қанша уақыт болды, деді ол, көзі жасқа толып. Дәурен сасқалақтап қалды. Арайлым орнынан тұрып мөлдірмен. Жоқ, сен үндеме. Сен менің ең жақын адамым едің. Енді ше. Мөлдір артына бұрылып, ештеңе деместен кете барды. Артында үнсіз қалған екі адам және жойылған сенім ғана қалды. Мөлдір кеткеннен кейін өмір мүлде басқа арнаға ауысты. Үй емес, күн емес. Дәурен үшін бәрі сұр, бәрі бос. Телефон үнсіз. Мөлдірде, Арайлымда үн қатпайды. Екеуінен де айырылғанын енді шын сезіне бастады. Келесі күні ол үйге барғанда мөлдір заттарын жинап, анасының үйіне кетіп қалыпты. Үстел үстінде бір ғана жазба жатқан. Сен мен емес, жүрегімді өлтірдің. Қош бол, Дәурен. Бұл сөздер жүрегін түйреп өткендей болды. Ол алғаш рет сатқындықтың дәмін өзі жасап, енді соның уын ішіп отырғанын түсінді. Бірақ ең қорқыныштысы өкіну кеш болатын сәт келген еді. Арайлым да хабарсыз кеткен. Бірнеше күннен соң ол жауап берді. Хабарламасы қысқа ғана болды, мен кетіп бара жатырмын. Бұл махаббат емес, бұл күйреу. Сау бол. Дәурен жалғыз қалды. Бірнеше апта өтті. Дәурен өз өмірін қайта бағалауға тырысты. Бірақ не жұмыс, не достар көмектесе алмады. Ішкі жан жарасын ештеңе емдей алмайды екен. Бір күні ол мөлдірдің анасымен кездесуге барды. Үнсіз ғана есік ашқан әйел, мөлдір сені кешіреді. Бірақ сенімен бірге өмір сүре алмайды, деді. Ол: аман ба? Аман. Бірақ сенен кейін басқаларға сенуі қиын болады. Дәурен үнсіз кетті. Бұл мәңгілік үкім секілді еді. Жылдар өтті. Дәурен жалғыз қалды. Арайлым шетелге кетіп, хабарсыз кетті. Мөлдір өз жолын тапты. Бірақ Дәурен үшін уақыт бәрін емдеген жоқ. Ол қазірде күнде таңертең тұрып, айнаға қарап, бұл бәріне тұрарлық болды ма? деп өзіне сұрақ қояды. Жауап ешқашан болмағандай үнсіздікпен келеді. Арайлыммен бірге тұру бастапқыда Дәурен үшін жаңа тыныс, жаңа өмір сияқты еді. Олар мөлдір кеткеннен кейін бір айдан соң бір пәтерге көшіп алды.
Басында бәрі жайлы болатын. Бірге таңғы ас ішу, кешкі серуен, ақырын әңгіме, нәзік күлкілер. Бірақ уақыт өте келе барлығы өзгерді. Арайлымның жүзі өзгерді. Ол жүкті еді. Bir жағынан бұл қуанышты хабар еді, екінші жағынан қорқынышты шындық. Арайлым семіріп, бұрынғы сымбатынан айырыла бастады. Жүзі шаршап, көзіне алаң мен ауырлық ұялаған. Таңертеңгі жүрек айну, аяқтың ісінуі, көңіл күйінің құбылуы Дәуреннің жүйкесін тоздыра түсті. Ал ол ше? Ол сезіммен күресіп жүрген. Көп ұзамай шындықпен бетпе-бет келді. Ол Арайлымды шын жақсы көрмеген. Оған тек бір кездері тыйым салынған, қол жеткізілмейтін тән ғана қызық болған. Ал қазір, бәрі қолында болғанда, сол қызығушылық су сепкендей басылды. Bir кеште Арайлым кішкентай үстел үстінде отырып жылап жіберді. Сен маған бұрынғыдай қарамайсың, Дәурен. Сен мені сүймейсің, иә. Дәурен үнсіз отырды. Жауап бере алмады. Ол үндемеген сайын Арайлымның жүрегі қақ айырылып жатқандай болды. Мен сен үшін бәрінен бас тарттым. Сен үшін. Ал сен маған енді жанар көтере алмайсың. Арайлым, мен. Деді Дәурен әлсіз үнмен. Мен өзіме де сенбеймін қазір. Біз қателестік. Арайлым орнынан тұрып, ас үйге бет алды. Жүзі көз жасынан ісіп кеткен. Ішінде бала, сыртында жалғыздық. Дәуреннің тағдыры осылайша тағы бір бұрылыстың алдында тұр еді. Алда не болатынын өзі де білмейтін. Ол тек бір нәрсені түсінді, сезім емес, құмарлықпен басталған махаббаттың соңы үмітсіздікпен өкініш. Арайлым жұмысына кеткен күні Дәурен үйде жалғыз қалды. Оның бойында шаршау мен ішкі күйзеліс үстем болды. Әрбір тыныс алуы ауыр, ойлары бұлыңғыр. Бүкіл әлем оған басына түсетін ауыртпалық болып көрінді. Кешкі сағат 4-те есік қоңырауы сылдырады. Ол орнынан тұрып есікке қарай бет алды. Қақпаның алдындағы Жанарды көргенде жүрегі сәл қысыла түсті. Жанар Арайлымның жақын құрбысы. Ол Арайлымның бірнеше күн бұрынғы тапсырмасы бойынша үй жинауға келіпті. Бұл оны күтпеген жағдай еді, бірақ ол оның келуіне қарсы тұруды қаламайтын. Жана, сәлем. Не істеп жатырсың? Деп сұрады Дәурен күрсініп. О, сәлем, Дәурен. Мен тек Арайлымның тапсырмасын орындап келіп тұрмын деп Жанар жымиып жауап берді. Дәурен оған ішкі сезімін басып, орындыққа отырды. Бірақ қаншама уақыт өткен сайын ол әлсіз болып, жан күйзелісіне тап бола бастады. Ол өзін қазір ешкімге, ешқандай сезімге адал емес сезінді. Арайлымға жасаған сатқындықтары менің де жауапкершілік бар екенін түсінді. Бірақ бұл сезімді ақтауға тырысу деген не? Жанардың жанында ұзақ отырғанда оның күлкісі мен сөйлеу мәнері тағы да бір түрлі әсер қалдырды. Арайлым туралы, жалпы өмір туралы әңгіме жалғасқан сайын, Дәуренді өзіне тартып бара жатқан ішкі дағдарысқа қарсы тұру қиынға түсті. Кенет, өзіне өзі қарсы тұра алмай, ол Жанарға жақындап келді. Оған еріксіз қарай бастады. Жанар бір сәтте не болғанын түсінбеді. Ол Дәуреннің оған бас салып, оны бөлмеге тартқанын сезгенде сасып қалды. Жанардың қорқынышы жүрегіне оттай жайылды. Дәурен, тоқта. Не істеп жатырсың? Деп айқайлады ол, кішкене қозғалып, оны итеріп жіберуге тырысып. Бұл сәтте Дәуреннің ішкі дүниесі кенеттен ашылды. Ол өз ісін тоқтатып терең дем алды.
Оның санасында бәрі түсініксіз, бірақ ол енді өз әрекетінің неге жеткізетінін түсінді. Жанардың көзіндегі қорқыныш, ол бұл жағдайды қалай аяқтайтынын жақсы біледі. Дәурен бұған дейін ешқашан ойламаған болса да, оның әрекеті өмірінің ең ауыр қателігіне айналды. Жанар дереу орнынан тұрып, есікті ашып шықты. Қорқып, алаңдаушылықпен көздерінде жасырынып тұрған жарақаттың белгісі болды. Ол дереу үйден шығып, есік артына жабылды. Дәуреннің санасында оның бәрі жоқ болып кеткендей сезім болды. Кешкі уақытта Дәуреннің үйіне полиция қызметкерлері келді. Жанар шағымданған еді. Ол жедел түрде тергеу шараларының басталғанын білді. Дәуреннің жүрегі қатты соқты. Қашып құтылуға болмайтын жағдайға тап болды. Бұл заң алдында жауап беру, әрі моральдық жауапкершілікпен бетпе-бет келу еді. Арайлымның келуі барлық жағдайды күрделендірді. Ол полицияның сұрақтарын естігенде, оның беті ағарып кетті. Қалайша осының бәрін біле тұра, оны ұрып соғу мүмкін емес деп түсіндірді. Ол өзінің досына, әйеліне деген сенімін жоғалтқанын сезді. Құқық қорғаушылар мен тергеушілер оқиғаға қатысты куәлік пен дәлелдерді жинап болған соң, Дәуренге қатаң жауапкершілік жүктелді. Ол ертең сотта жауап беруі керек болатын. Ертеңгі күннің таңы Дәурен үшін жаңа бастау емес, ұзақ әрі ауыр бір кезеңнің кіріспесі болды. Үйдің қабырғалары мен ойлары оны қатты қысып, бір-бірімен қайшылықты сезімдер арасында қалдырды. Ол бір кезде қатты ұнатқан, бірақ енді өзі қатты жек көрген адамның алдында жауап беру үшін сотқа баруы тиіс еді. Сот залында ол өзіне қарағанда мүлде басқа әлемде тұрғандай сезінді. Әрбір куәгер, тергеуші, адвокат, бәрі оның қателігін әшкерелеп, әділдікке жүгінді. Жанардың даусы оның жүрегінде ойран салды. Ол өзіне қарсы тұру үшін бәрін айтып жатты, бірақ ол қаншалықты шын айтса да, бұл барлық айтылғандардың салдары болды. Арайлым залда тыныш отырады. Оның көзінде үмітте, өкініште, айыптау да бар. Ол сөз алған кезде даусынан қорқыныш пен ішкі қайғы мұңды сезді. Ол Дәуреннің қателігін дұрыс түсінді, бірақ бұл ауыр шындықты қабылдау оның жүрегін ауыртты. Дәурен, сен менің ең жақын адамым болдың. Бірақ сен менің сенімімді бұздың. Бұл тек біздің өміріміз емес, біздің болашағымыз туралы шешім болды, деді Арайлым салқын дауыспен. Дәурен орнында қатты қобалжыды. Оның іс-әрекетінің салдары алдында тұрып, өз өмірін ұятпен, өкінішпен қайта бағалау қиын еді. Оның жүрегі ауыр, қолы терлеп, аузынан сөз шықпай қалды. Ол осы сәтте не айтса да, оның өзі жасаған әрекеттерді өзгерте алмайтынын түсінді. Сот процесі ұзаққа созылды. Дәурен тергеушілер мен адвокаттардың сұрақтарына жауап беруге мәжбүр болды. Ол ешқандай ақталудың немесе кешірім сұраудың ешбір мәні жоқ екенін білді. Барлығы анық еді, оның жасағаны қылмыс. Оның алдында тұрған айыптау еріксіз қатынас, зорлық-зомбылық. Жанар да, Арайлым да оның жүрегіне ұялаған ауырлықты сезінді, бірақ олар да енді қайтып жеңіске жетудің жолы болмайтынын түсінді. Соттың үкімі шыққан кезде Дәурен өзін кінәлі сезінді. Ол басына түскен ауыртпалықты толық қабылдай алмады. Оның жүрегі сол күйі бос қалғандай болды. Ол бұрынғыдай емес, көп жылай бастады. Бұл оның ең ауыр сәті болатын. Үкім шықты, бірнеше жылға бас бостандығынан айыру, моральдық зардаптардың өтемі ретінде Жанар мен Арайлымға қаржылай өтемақы төлеу. Бірақ ең ауыр үкім оның ішіндегі мәңгілік кінә. Жазасын өтеп,
Дәурен өз өміріне қайта оралған кезде, ол үлкен өзгеріс пен ізгілікке бой ұрды. Бұл кезең оған бір тұтас өмірдің қалайша жалған көрінетінін түсіндірді. Бірақ ең бастысы, ол өзі жасаған қателіктерді мойындап, олардың салдарымен өмір сүруге үйренді. Арайлым мен Жанар оған ешқашан кешірім бермеді. Олар өз өмірлерін жаңадан бастады. Дәурен болса, өзінің жаңа өмірін құрып, ар-ұятпен бетпе-бет келіп, қайтадан тұрмысқа шықпады. Сотта оны қаншалықты айыптаса да, оның ішкі әлемі қайтадан тыныштық тапты. Бірақ оның жанындағы жалғыздық пен өкініш ешқашан кетпейтін еді. Бірақ бұл, бірқатар күрделі эмоциялар мен шешімдердің нәтижесі болады. Көп уақыт өтті. Дәурен соттан шыққаннан кейін өзінің қайтадан өмір сүру үшін көп ойланды. Бос уақыт пен ішкі күйзеліс оны күнде ойланып, өзгеру жолында жүрді. Оның бар ойы бұрынғы қателіктер үшін жауап беру, олардың орнын толтыру емес, өзгергенін көрсету еді. Бір күні ол Арайлымның үйіне келді. Қақпаның алдында тұрып терең тыныс алды. Оның жүрегі дүрсілдеп, ішкі қобалжуын жеңуге тырысты. Ол өзінің жасалған қателіктер үшін қаншалықты жауапты екенін түсінді. Бірақ бұл жолы ол тек өкінішті сөздер айтудан гөрі, шын жүректен өзгергенін дәлелдеу керек еді. Арайлым есікті ашты. Ол сәл таңғалғандай, бірақ бұрынғыдай суық көрінді. Дәурен оған қарап, бір қадам алдыға жүрді. Арайлым, менің кешірім сұрағанымды түсінесің деп үміттенемін. Мен өзімнің жасалған қателіктерім үшін қатты өкінемін. Бүкіл жүрегіммен сенен кешірім сұраймын. Арайлым оның сөздерін мұқият тыңдап, бірнеше секунд үнсіз тұрды. Оның көздерінде қайғы мен үміт араласқан сияқты болды. Бірақ бұл жолы бұрынғыдай ыза мен өшпенділік жоқ еді. Ол оның өзгергенін сезді, бірақ бәрі толық емес еді. Дәурен, сен өзіңді іздеп, өміріңді өзгерту үшін үлкен қадам жасадың. Бірақ мен тек бір нәрсені түсіндім, кешірім тек сөзбен емес, іс-әрекетпен де көрсетілуі керек. Сен мені қаншалықты жаралағаныңды білесің. Дәурен бірден басын иіп, қиналып қалды. Ол жанында баласының да дыбысын естіді. Бала өмірдің жаңа кезеңі, жаңа мүмкіндік, бірақ оны дұрыс жолмен алып бару керек еді. Сенің айтқаның дұрыс, деді ол ақырын. Мен сөздеріммен ғана емес, ісіммен де бұл әлемде өз орнымды табуға тырысамын. Мен сені құрметтеймін, Арайлым. Мен тек сенің алдына тұрып, өзінің қателіктерін мойындап, өзімді өзгертіп, сенің сеніміңді қайтадан алуым керек. Арайлым көзіне жас алды. Ол үшін бұл сөздер ауыр болды, бірақ бұдан басқа жол жоқ еді. Әрине, ол көп уақыт бойы Дәуреннің жасаған әрекеттері үшін ренжіп жүрді, бірақ бұл жолы оның шынайы сезімдерін сезіп тұрды. Дәурен, мен де сені кешіремін. Бірақ енді бәрі өзгеруі тиіс. Біз екеуміз де жаңа жолға шығуымыз керек. Алдымен өзімізді табуымыз керек. Баламызды бірге тәрбиелеп, жаңа бастама жасауымыз керек. Дәурен тыныш демалып, басын изеді. Ол Арайлымның айтқандарын жүрегінде сезінді. Оның жүрегінде өкіну мен кешірім болғанымен, жаңа өмірге қадам басу үшін тағы да күш керек болатын. Арайлым босанды. Бұл олардың өміріндегі ең маңызды сәт болды. Баланың дүниеге келуі олардың бұрынғы қателіктерін, өкініштерін, тіпті қиялдарын өзгертуге мүмкіндік берген жаңа бастама еді. Дәурен баланың жанында тұрды. Оның бетінде үлкен жауапкершілік сезімі байқалды. Бұл тек баланың туылуы ғана емес, оның жаңа өмірдегі бағыты мен жолын қайта қарастыру еді.
Балаға қараған сайын Дәуреннің санасы мен жүрегі қайтадан оянып, өзі үшін үлкен сабақ алғанын түсінді. Оның өмірі енді бұрынғыдай емес еді. Қайтадан бастау керек болды. Арайлым оған қарап, оның өзгергенін сезінді. Оны кешіру ұзақ әрі қиын процесс болғанымен, Дәуреннің шынайы өзгерісімен жаңа өмірге деген ұмтылысы Арайлымға сенім сыйлады. Ол оның өткендегі қателіктерінен арылып, қазіргі таңда жаңа бастама үшін күш-қуат алғанын көрді.